Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Венера. Бүгін сіздермен бірге осындай цитрусты печенье дайындаймыз. Табағымызға 2 жұмыртқа, сары май, сұйық май, айран, қант және ванильді қант, немесе ванилин қолдансақ болады. 2 мандариннің сыртқы қабығын, яғни цедрасын осылай теркадан өткізіп салып аламыз. Сосын мандариніміздің жаңағы қабығы алынған шырынын алып аламыз. Және бұл шырынын да жаңағы қамырымыздың сұйық қоспасына қосамыз. Мандариндердің шырынын қосып болғаннан кейін миксермен сұйық массаны біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Енді құрғақ заттарды бірге араластырып алайық. Бұл жерде разрыхлителді ұнға қосамыз бірінші. Сосын крахмал. Содан кейін ас содасынан 1 шай қасық қосып, құрғақ заттарды бірінші араластырып аламыз. Содан кейін барып, жаңағы сұйық массаға араластырып, қамырымызды илеп аламыз. Міне бізде осындай қамыр шықты. Осы рецепт бойынша берілген ингредиенттерді дәл көлемі бойынша қоссаңыздар, оған артық ұнның қосудың қажеті жоқ. Сізге алғашында қамыр бір сұйық сияқты көрінуі мүмкін, бірақ барлығы дұрыс. Осылай ары қарай печеньемізді жасап формамызға қоя береміз. Көлемі грек жаңғағындай болуы керек. Дайын болған печеньеларымызды 170 градус қызып тұрған пешке 25-30 минутқа салып пісіріп аламыз. Міне печеньеларымыздың алғашқы партиясы дайын болды. Осымен достар, біздің печеньеларымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Иісі деген мұрын жарады. Және ішіне қараңыздар, іші толықтай піскен, үгітілмелі, өте дәмді печеньелар. Менімен бірге жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.